Кешке көмектескің келмей ме? Не? Лара жүлде жеңіп алды. Қандай жүлде? Бізге кедергі келтіретін ара болған үшін бе? Соған алу да мүмкін еді, бірақ оған емес. Ол жылдам жорғалаушы қызыл қоңыз тағын алды. Маған мұндай кештер қатты ұнайды. Тамаша кеш болады. Үйге оралған қандай керемет. Біздің жинаған тозаңымызды көріңіз. О, сендер басқа гүлдерден тозаң жинауларың керек. Мұнаның түрі бір түрлі екен. Түрі бір түрлі дейсіз бе? Алаң болмаңдар, оның еш қаупі жоқ. Тек денеге тисе қышытуы мүмкін. О, Денені ме? Сенімдісіз бе? Онда мұны төреші Безуакске беру керек қой. Ал кештеріне кімдер келеді? Флип скрипкасын алып келеді. Және кешке келгендерден жеуге бірдеңе алып келулерін сұраймыз. Көп уақытымыз жоқ. Төреші Безуакс бүгін омартаға көктемгі балдың дәмін көруге келеді. Иә, ол жалқауара Вилли омартада болсын деген. Тезірек барайық. Жолай бәріне айта кетеміз. Тек Ларадан басқаларына. Әрине, тәртіпсіз бала. Сонымен, кешке бәріміз үлкен ағаштың жанында кездесейік. Келістік пе, Беатрис? Үлкен ағаштың жанында ма? Кешке ол жерде не болады? Ерекше бірдеңе ме? Сәлем, Лара. Жеңімпаз болумен біз жай Бізіміз добысып қапты. Оған кешке жиналып бармақпыз. Көмектесуіміз керек деп айтып жатырмыз. Тезек жинау керек. Оның иісі саған ұнамаушы еді ғой. Тезек пе? Мен бе? Әрине барамын. Барып мен де көмектесемін. Айтпақшы, Вилли, сен тозаңдарды ұнатушы едің ғой. Мынаның дәмін татып көр. Бұл менің жүлдеме берілген сыйлық. Ас болсын. Вау! Рахмет, Лара. Сонымен кешке келесің бе? Әрине. Кездескенше. Бұл жеңіс Лараға жақсы әсер еткен сияқты. Ең бастысы ол бүгінгі кешке келеді. Иә, бүгінгі кешке арнайы би дайындадым. Маған қараңдар. Көрдіңдер ме? Өте керемет, Беатрис. Иә, жаман емес, бірақ меніңше барлық биіңнің бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Біздің басымыз айналып кетті ғой. Не? Келсесің бе, Майя? Егер ойыңды айтып болсаң, мен кетейін. Басқа жерде айналып келеймін. Басыңды айналдырып жібергенім үшін кешір, Вилли. Тағы айтарым, бүгінгі кештеріңе келе алмаймын. Сау бол, Майя. Саған не болған, Вилли? Оның кешке келгені дұрыс еді ғой. Неге олай дегенімді білмеймін. Аузымнан шығып кетті. Бірақ менікі де дұрыс қой. Үнемі жаңа биім бар деп бір қимылды көрсете береді. Вилли, бар да кешірім сұра. Жоқ, уақытымыз аз қалды. Жарайды, оны кейінге қалдырайық. Екі жаққа бөлінейік. Сен бар Бен мен Шелбиге айт, ал мен Макс пен Флипті іздейін. Сен неге маған ашуланасың? Не істеп қойдым? Біріншіден, үнемі шағым айтпаймын. Екіншіден, баяу қимылдамаймын. Және үшіншіден, мен өте жылдам жүре аламын.
Қазір көзіңше дәлелдеймін. Міне қара. Сені ренжітейін деген ойым жоқ. Тіпті зымыран сияқты жылдан болсаң да достығымыз жалғаса береді. Сонымен кешке барасың ба? Әрине, жоқ. Өзің сен зымырансың. Жоқ. Сен жалқаулардың патшасысың. Жақсы, бүгін күн батқаннан соң үлкен ағаштың түбіне жиналамыз. Сені күтейік пе? Жарайды. Мына сасық тобыңды өзіңмен бірге алып бармайсың деп ойлаймын. Менің тезектен жасалған добым сасық емес. Әрине сасық. Сүйікті добыңды бір жерге қалдырып кет. Онымен ойнайтындай кішкентай емессің ғой. Өзің кішкентайсың. Сен ұйықтағаннан және гүлдің тозаңын жеуден басқа ештеңе білмейсің. Мен ешқайда да бармаймын. Оның денесі қышуы керек еді ғой. Бірақ ол дөрекі сөйлеп кетті. Түсіне алар емеспін. Бүгінгі сөздерінен кейін онымен бірге енді ешқайда да бармаймын. Ол айналасындағылардың бәрін ренжітті. Енді онымен мүлде сөйлеспеймін. Бірақ, мен де оған не болғанын түсінбей жүрмін. Мұнда не істеп отырсың? Ұйықтайын дедің бе? Бірдеңе десеңші. Ештеңе дегім келмейді. Саған не болды? Достарыңның бәрі саған қатты ренжулі. Оларды мазақтағаның не? Иә, оның рас. Өзіме не болғанын білмеймін. Бірақ олар да маған ақмақсың деді ғой. Олардан басқа не күтіп ең? Кейбір ойларды сыртқа шығармай іште сақтаған дұрыс. Бірақ сенің бүгінгі мінезіңді мүлде түсіне алмадым. Барып Кассандра ханым қайтайық. Бәлкім ол түсіндіріп берер. Көмектесіңдер. Бұл төреші Безуакс па? Көмектесіңдер. Мұндамын. Төреші Безуакс, абайлаңыз. Майя. Бақа, төрешіні жеп қоятын болды. Өзіне сол керек. Ей, Бақа, маған қара. Майя, абайла. Ей, сен неге тіліңді шығара бересің? Майяға тиіспе. Қане тезірек ұшыңыз. Одан да анау төрешіні же, бірақ оның дәмі саған ұнай қоймас. Қар сені ме, Вилли? Тезірек кетейік, төреші. Қане қолыңызды беріңіз, төреші Безуакс. Мына жерден тезірек кеткеніміз жөн. Мұнда кел, Вилли. Жарайсың, балақай. Ойластырған жоспарың жүзеге асты. Менің өмірімді сақтап қалдың. Ал Бақа сенің айтқандарыңа сеніп қалды. Ол сендерден қорқып қашып кетті. Негізі төреші. Сенің қарның ашты ғой. Енді омартаға барайық. Кеттік. Қайырлы күн, төреші. Мәртебелім, айтыңызшы, көктемнің дәмді балы қайда? Рұқсат етіңіз. Мәртебелім, басыңызға киіп жүрген тәжіңіз өте әдемі, бірақ ішіңіз сондай үлкен екен. Бірақ, Вилли, ойыңдағыны айта бермей, кейде іште сақтағаныңда жөн. Рододендрон понтикум. Майя, сенің айтқаныңды енді түсіндім. Вилли жаман тозаңды жеп қойған сияқты. Ойындағының бәрін бүкпесіз айтып жүргені соның әсерінен. Бәрін дайындау үшін маған аздап сол тозаңнан керек. Жаман тозаң ба? Оны Лара берген. Лараның жүлдесі. Жеп көр деп беріп еді, менімен жүр.
Эй, Лара, сенің кесіріңнен достарымды ренжітіп алдым. Неге маған жаман тозаңды жегіздің? Біз саған тосын сый ретінде кеш ұйымдастырып әлек болып жүрміз. Бәрін өзің білдірдің. Енді бұзақылардың ханшайымы үшін ешқандай да кеш болмайды. Мен үшін бе? Бірақ мен сенің денең қышыған жоқ па? Менің денем не үшін қышуы керек? Лара, Виллиге берген тозаңынан тағы бар ма? Кассандра ханымға керек ет. Бұлай боларын білмедім. Виллидің мені шақырғысы келмейді екен деп оған ренжіп қалдым. Кешірші, Вилли. Тез ет, омартаға барайық. Рахмет, Майя. Балақай, сен мені құтқарып қалдың. Мен саған арнайы сыйлық берем. Міне, ала ғой. Кешіріңіз, төреші Безуакс. Бірінші, мынаны жеп көр. Тамаша, балдардың тәттілігі сондай, оларды жей бергім келеді. Алаңдама, бұрынғы қалпыма түстім. Сендерге айтқандарым үшін кешірім сұраймын. Бұдан былай ойланып сөйлеймін. Жарай, жақсылап ойланарсың деп үміттенеміз. 3, 2, 1, Тосын сый! Рахмет, бәріңе алғысым шексіз.